Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен диктант жазамыз. Диктантымыздың тақырыбы жаз, яғни жаз мезгіліне байланысты. Балалар, қазір мен сендерге мәтінді толық оқып беремін, одан кейін жеке-жеке әр сөйлемді асықпай оқып беретін боламын. Олай болса, ыңғайланып отырып, сауатты, қатесіз, әдемі жазуға тырысайық. Диктант. Жаз. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Жазда күн ыстық болады. Адамдар жеңіл киінеді. Оқушылар жазғы демалысқа шығады. Тауға, орман, тоғайларға саяхатқа шығады. Лагерге барады. Қала немесе ауылға қыдырады. Жаз мезгілінде көкөністер мен жемістер піседі. Міне біздің балалар мәтініміз осындай. Енді әр сөйлемді басынан бастап айтатын боламын. Азат жолдан бастап жазамыз. Бірінші сөйлем. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Жаз айлары маусым, шілде, тамыз. Жазда күн ыстық болады. Жазда күн ыстық болады. Адамдар жеңіл киінеді. Адамдар жеңіл киінеді. Оқушылар жазғы демалысқа шығады. Оқушылар жазғы демалысқа шығады. Лагерге барады. Қала немесе ауылға қыдырады. Жаз мезгілінде көкөністер мен жемістер піседі. Жаз мезгілінде көкөністер мен жемістер піседі. Міне балалар, біздің диктантымыз аяқталды. Енді өздерің жазған диктантты басынан бастап оқып шығыңдар. Және де қаншалықты дұрыс жазғандарыңа көз жеткізіңдер. Қанша қате жібердіңдер, қалай жазғандарың туралы төменде комментарийға жазып кетсеңдер де болады. Осымен біздің диктантымыз аяқталды. Қош сау болыңдар балалар.